Пайғамбарлар қиссасы, жаратылыстың басталуы. Адам атаның қиссасынан бұрын ғаламзаттың жаратылысы жайында қысқаша мағлұмат бере кетейік. Барлық жаратылысты жоқтан бар етіп Аллах тағала жаратты. Аллах тағаладан өзгенің барлығы жаратылған мақлұқ. Барлық жаратылыс Аллах тағаланың басқаруында. Құранда бұл туралы Аллах барлық нәрсенің жаратушысы, әрі ол әрбір нәрсені сақтаушы деп әкеледі. Әбу Хурайра, Аллах оған разы болсын, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам қолымнан ұстап, Аллах топырақты сенбі күні жаратты, тауларды жексенбі күні жаратты, ал ағаштарды дүйсенбі күні жаратты. Жағымсыз нәрселерді, зарарлы нәрселер, аурулар, жаралар, тағы сол сияқты нәрселерді сейсенбі күні жаратты, ал жарықты сәрсенбі күні жаратты. Жануарларды бейсенбі күні жаратты, ал адамды алейхиссалам жұма күні асыр уақытынан кейін жаратты. Ол жұма күнінің соңғы сағаттарының бірінде асыр мен түннің арасында жаратылған ең соңғы жаратылыс деді деген. Аллах тағала адамды алейхиссалам жаратудың алдында періштелерді жаратты. Аллах тағала олар туралы көптеген аяттарында аспандар мен жердегі әрбіреу оның иелігінде, оның құзырындағылар, періштелер оған құлшылық етуге астамсынбайды, әрі одан жалықпайды. Олар түнде және күндіз шаршамай Аллахты барлық кемшіліктен пәк деп дәріптейді. Барлық мақтау аспандар мен жерді жасап жаратқан 2, 3 және 4 қанатты періштелерді елшілер еткен Аллахқа арналады. Ол жаратылысқа қалағанын қосады. Ақиқатында Аллах әрбір нәрсеге күші жетуші деп баяндаған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам періштелер нұрдан жаратылды, жын оттан жаратылды, ал адам сендерге Құранда сипатталған нәрседен жаратылды дегенін Айша анамыз Аллах оған разы болсын жеткізген. Демек, періштелерден соң жындар жаратылған, ал олардың жаратылысына негіз болған нәрсе от деді. Бұл туралы көптеген аят хадистер бар. Рахман сүресінде Аллах жынды оттың жалынынан жаратты делінген. Сондай-ақ Құран кәрімде мені оттан жараттың деп іблістің айтқанын баяндалады. Бұл мәселе Құран кәрімнің және бір жерінде жынды да бұрын түтінсіз оттан жаратқан едік деген аятпен бекітіле түседі. Ібліс оған Аллахтың лағынеті болсын жын тайпасынан еді. Аллах тағала Мұхаммед сол уақытта періштелерге адамға сәжде қылыңдар деген едік. Іблістен басқа періштелер сәжде қылды. Ол ібліс жыннан еді деген. Хасан әл-Басридің пікіріне сүйенсек, ібліс бір сәт періште болмаған. Өйткені періштелер нұрдан жаратылды, ал ібліс оттан жаратылған. Ибн Аббас пен Ибн Омар, Аллах оған разы болсын, жындар адамнан 2000 жыл бұрын жаратылды. Олар жерде тура жолдан ауытқып, көп бұзықтықтар жасады, бірін-бірі өлтіріп, қан төкті. Сонда Аллах оларға періштелерден жасақталған әскерді жіберді. Періштелер олармен кескілескен соғыс жүргізді. Жер бетінде адамның пайда болуынан бұрын періштелер мен жындар арасында үлкен шайқас болды. Періштелер оларды теңіз, мұхит аралдарына айдап жіберді деген. Яғни бұл жерде періштелердің жын атаулыны құрлықтардан қуып шыққандығы жөнінде баяндалады. Сол аралдар қазіргі кездегі жындардың мекені. Сондай-ақ жындардың басшысы іблістің тағы су бетінде екендігіне көптеген хадистерде ишара жасалған. Бұл оқиғалардың барлығы адамның жаратылуынан бұрын болған.